Баршаңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өзімнің әрдайым тапсырысқа жасайтын молочная девочка тортының рецептін бөліскім келіп отыр. Осы видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ал бастайық. Молочная девочка торты үшін бізге 4 зат қана керек болады. Ол жұмыртқа, сгущенка, ұн және разрыхлитель. Жұмыртқа менде 1С категориясынан барлық выпечкама сол категориядағы жұмыртқаны қолданамын. Үшеуін жарып, үстіне сгущенканы құямыз. Сгущенка өте сапалы болу керек. Менде деп немесе 3 желанияныкін қолданамын. Жақсылап асықпай 2-3 минуттай араластырамыз. Одан кейін бөлек ыдысқа ұнға разрыхлительді қосып, екеуін араластырып, жаңағы сұйық массамызға қосамыз. Барлығын бірден қосып, осылай миксерлейміз. Жақсылап бізде ұн барлығы жақсылап араласу керек. Осымен торттың қамыры дайын. Енді келесі біз пергаменттерімізді дайындап аламыз. Ол үшін мен осындай кольцо қолданамын. Кольцоның диаметрі 23 см деп алдым. Егерде биік торт болсын десеңіздер, онда 20 сантиметр ғып алсаңыздар болады. Осылай бірден пергаменттің үстіне қойып кольцоны. Менде барлығы 6 корж шығады. Сол 6 коржға арнап көз мөлшермен 4-5 ас қасық қамырдан құйып отырамын. Барлық корждарды дайындап алдым. Пешті алдын ала қыздырып қойдым 170 градусқа. 7 минутта менде осылай қызарып пісіп шығады. Корждарды суытамыз. Енді олар суығанша кремін дайындаймын. Кремі үшін мен сливки мен қант ұнтағын пайдаланамын. Сливки міндетті түрде салқын болу керек. Және де 33%-дан жоғары болу керек. Салқын сливкиді алып, миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап миксерлей бастаймыз. Ақырындап жылдамдықты қоса отырып, осындай қою крем болғанша миксерлейміз. Крем дайын, енді тортты жинаймыз. Торт қозғалып кетпеу үшін астына азғандай кремді жағып, үстіне коржды қоямыз. Тортты жинаған кезде мен осылай ацетатная пленка мен кольцо қолданамын. Осылай маған жинаған өте ыңғайлы, және де торт тегіс болып шығады. Тортқа мен пропитка қолданамын. Ол үшін ыстық суға шамалы сгущенканы қосып, көз мөлшермен бірінші корж, пропитка, крем, қайтадан корж, пропитка, крем, солай барлық корждарды жинап шығамын. Арасына кремді шамамен 3-3,5 ас қасықтан салып отырамын. Барлығын жинап болғаннан кейін бетін пищевая пленкамен орап, тоңазытқышқа 8 сағатқа немесе 1 түнге қалдыруға болады. 8 сағат өткеннен кейін тортты алып, артық осылай кремдерін спатуланың көмегімен алып тастаймын. Бұл торттың сыртын мен тегістемеймін. Торттың сыртына мен вафельная крошка жабыстыратын боламын. Және де артық қалған креммен бетін жақсылап тегістеп, жан жақтарына вафельная крошканы жабыстырып шығатын боламын. Осымен торт дайын болды. Мен енді осы торттың ортасын кесіп көрсете алмаймын, өйткені бұл менде тапсырыс болатын. Бірақ өте жұмсақ, өте нәзік болып шығатын торттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егерде қандай да сұрақтарыңыз болса, маған комментарийге жазыңыздар. Мен міндетті түрде сіздерге жауап беремін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Келесі видеоларда кездескенше.